Бүгінгі видеода мен әлемнің 5 түрлі мемлекетінің тамағын жейтін боламын. Олар Түркия, Жапония, Корея, Қытай, Қазақстан. Және де бір белгісіз мемлекеттің тамағы. Егер де жемей бас тартқан жағдайда, мені осындай жаза күтіп тұр. Ал егер түсінсеңіздер, біз басайық. Бұл жерде мен ешқайсысын қарап, талдап тұрмай, Қазақстанның тамағынан бастаймыз. Так, бұны ашпас бұрын сіздерге айтып кетейін. Бұл мемлекеттердің тамағын мен өзім талдаған жоқпын. Достарым өздері сондай магазиндерге барып, редки деген тамақтарды алып қойды. Так, біріншісі давай. Құрт, прикиньте, бірінші раундта құрт деген. Просто кайф. Қазақстанды слишком easy болды десем де болады, даже құрт өте керемет, дәмді болды. Ал енді келесі, сразу айтайын, мен мына сұрақ белгісін соңында қалдыратын боламын. Ал мына төртеуінің такс. На Түркия, на Япония, на Корея, на Қытай. Қайсын талдау болады. Қазақстанда Қытайдың тауарлары көп болған үшін Қытайды талдаймын. Қазір бір баққа секіріп шықса мен таңғалмаймын. Сразу айтып қояйын. Пожалуйста, бақа емес, жәндіктер емес, нормально за. Но не? Не вообще, но? Все, түсіндік. Бұның аты лапизы. Жәндік емес екен. Йо. Острый. Острый. Аңыза. Айы көп екен. Примерно китайский плов па, примерно сондай сияқты бір нәрсе екен, в общем. Ар жақта достарым айтып жатыр, контент үшін төртеуін бірдей аузыңа салды, бәрін жеп қой деп. Сіздер үшін, сіздердің лайктарыңыз үшін осы төртеуін бірдей жеп қояйын. Все, біттім. Менің ойыма бір түскені, туалетке барғанда қиналатын болдым. Әркім түсіне бермейді негізінен ше. Хорошо, что су ішуге болмайды деп айтқан жоқ, Көзді ашып жұмғанша уже екеуін жеп тастадым. Точно арт жағына қалдырам дедім, так что мына үшеуін біреуін талдау керек. Егер де сіздер менің орнымда болған болсаңыздар, осы үшеуінің қайсын талдаушы едіңіздер? Комментарийға жазып кетіңіздерші. Аштыны жедім, давай Түркияның тәтті нәрсесін жейік. Так, Түркияда не екен енді? Шалбар, аяқ киім. Либо басқа бір нәрсе. Турецкий чай. Точно чай. Все, енді отырып алып рахатта чай ішетін болдым. Бұны ішпей жеу керек. Осындар ма сендер? Мен бірінші рет естіп отырмын. Чайды ішпей жейді дегенді ше. Ладно, наказание қабылдамас үшін мен бұл чайды жей салайын. Малдар шөп жейді ғой. Сондай сияқты отыр. Бұлай ауыздағы сілекеймен бейтіп араласып негізде чай болып кетеді екен. Бірақ бәрібірде жаман еді. Соңғы екі мемлекет қалды, белгісіз бір нәрсе қалды. Мына екі мемлекеттің біреуін талдау керек. Японияда мен примерно догадаться етіп тұрмын. Бұл жерде теңіз өнімдері болады, потому что ол елде көбінесе теңіз өнімдеріне байланысты заттар көп шығады. Например, суши, балық, анау мынау деген сияқты. Кореяда енді білмеймін, Корея тоже самый Қытай сияқты вроде. Так что мен Японияны талдаймын. Маған ар жақта айтты, осы тарелкаға қойған нәрсенің полный бәрін жейсің дейді. Елестетіп жатыр, балық оның сүйектерімен бірге жеп тастады деп. Примерно балық, точно. Это есі шықпайды. Көрейік. Суши! Сушиді қалай жақсы көретінін білмейсіңдер ғой. Давайте маған палканы беріңдер. Все. Стоп. Маған тарелкадағы бәрін жеп тастады дейді. Қызыл. Мынандай өсімдік сияқтысы бар екен. Ертең мынау бар. Жасылы. Мен бірінші сушиді полностью жеп тастап, сосын барып жасылды жеймін. Рахатта отырып алып сушиді жеп тастайын. Давай, трюк. Сіздер көрмедіңіздер бұны? Хоп. Ал енді өте шешуші сәт. Мен бұрында жек көргенмін, уже басым айланған. Сіздер де соны жек көргенсіздер ме осыны? Құр өзін. Ал 1, 2, 3. Басыма тоқ түскендей болды ғой. Срочно су маған. Все, easy емес, нормально. Соңғы мемлекетке кеттік. Соңына қарай келдік. Екеу ғана қалды. Ойламастан Кореяны талдаймын. 20.
Опа, достар, менде айтты осы жолы көзіңді жұмып жеп көрші деді. Олар айтты, бұл ешқандай жәндік емес деді. Сондықтан мен бұған келістім. Так. Жейтін нәрсеміз жоқ. Не мынау вообще? Иісі что-то анандай ашты или ашты мен тәттінің араласқан иісі ма? Бір нәрсе бір түрлі иіс. Ашына жәндік емес қой мынау, жігіттер? Не мынау құрт емес па случайно? Стой! Чипсыға ұқсай ма? Аша беремін, таптың ғой. Чипсы ғой, чипсы. Мынандай чипсы ма? Көзім жұмғанда прям қорқып тұрдым. Не нәрсе екен, не ма? Прям жеуден вообще қорқтым ше. Бұлар дәмді сияқты, как что. Ауызға түскенде кәдімгі обычный чипсы болады да. Сосын біраз уақыт өткен соң аузың ашты бола бастайды. Прикиньте. Мана прикольный чипсы екен. Бұл ұнады по идее. Что-то менің асқазаным бұзыла бастаған сияқты болыпты. Ал енді міне соңғы біреуі қалды. Алғым келіп тұрған жоқ негізі, шынымды айтсам ше. Керек болса бүйтіп алып лақтыра сағым келіп тұр бар ғой. Соңғы сұрақ белгісін ашайық. Көрінбейді ма неяқтардан? Жоқ, көрінбейді екен. Бисмиллахиррахманиррахим деп ашайық ал. Хопа. Мынау не? Каша ма? Бір жемістің иісіне ұқсай ма? Что-то тәтті бір нәрсе. Дәмі болады. Иісі енді что-то не то болып тұр. Что-то бір таныс дәм. Банан ба сонда мынау? Значит, езген банан екен ғой мынау. Нәрсе что-то дәмі таныс бар ғой. Осы уақытқа дейін көргендеріңізге рахмет, барлықтарыңызға давайте.